Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге бір жасағаннан шығатын дәмді құймақтың рецептісін ұсынғым келіп тұр. Алдымен видеоны қарамас бұрын YouTube арнама тіркеліп, жанында қоңыраушамен лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқаны салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Содан соң оның үстіне 2 ас қасық қант және де жарты шай қасық тұз салып, барлығы ерігенше толықтай араластырамыз. Содан соң оның үстіне жылы сүтімізді 2 бөлікке бөліп құямыз. Бірінші бөлігін құйып алып, осылайша араластырамыз. Содан соң електен өткізілген ұнымызды саламыз. Ұнымызды да бәрін бірден емес, 2 бөлікке бөліп саламыз. Қазір міне бірінші бөлігін салып жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін қалған сүтіміздің екінші бөлігін құямыз. Содан соң қалған ұнымызды салып, толықтай араластырып аламыз. Бір келкі масса шығуы қажет, ешқандай да ірмегі қалмау керек. Содан соң оның үстіне ыстық суымызды құямыз. Тағы да бір жақсылап араластырамыз. Ең соңында құймағымызға сұйық майдың орнына 82% сары майымды ерітіп, суытып алып құямын. Содан соң жақсылап араластырып, құймағымызды пісіруге кірісеміз. Міне осындай өте қою да, өте сұйық та емес, орташа масса шығуы қажет. Табамызды алдын ала майлап, жақсылап қыздырып аламыз. Содан соң жарты ожаудан жоғары етіп, құймағымызды құйып, осылай толығымен айналдыра, кезекпен пісіріп шығатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, кішкене ғана тесіктер пайда болады. Орысша айтқанда ажурные деп атайды. Астыңғы бөлігі қызарған соң екінші бетіне аударамыз. Екінші бетін өте ұзақ ұстамайсыздар, 1-2 минут жарайды. Осылайша қалған құймағымызды кезекпен пісіреміз. Қазір сіздерге видеодан жақындатып көрсететін боламын. Менің табамның диаметрі 22 см. Мінекей қараңыздар, қандай әдемі. Өте дәмді болып шығады. Мінекей біздің құймағымыз дайын болды. Арасына өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген начинка салуларыңызға болады. Өте жұқа, дәмді, әрі әдемі болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.